Арнаға қош келдіңіз. Нағашыбек Қапалбекұлы, соғым басы, әңгіме. Ал батаны асан берсін деп Атамқұлдың ет жеңді әйелі білезігіндегі қос-қостан таққан сақина білезіктерін сылдырлатып, үйме табақ етті ортаға кеп қойды. Шілтік сары мұртты тұңғыш ұлы жалпақ ағаш астауға салынған жылқының шекесі мен қойдың семіз жамбасын ұстап, менің қасыма келіп қалшиып тұрып қалды. Батамды беріп бола бергенімде, Маралбай деген дөңгелек столға ентелеп кеп, басындағы жүні шыққан ескі тақиясын жөндеп киіп, мен әруақтарға арнап Құран оқып жіберейін деп, екі көзін жұмып, естілер-естілмес дауыспен бастап кетті. Есік көзінде тұрған әйелдер мен балашаға түгел тізе бүгіп отыра кетті. Жылан құрт секілді жастыққа жантайып жатқан үй иесі ырсылдап түрегеп отырып бетін сипады. Құран оқымай, бісміллә айтпай тамақтан ауыз тисең харам болады деп, Маралбай қалтасынан беторамалға оралған бәкісін алып, шаппасын ашып табаққа төне түсті. Әй, міне, бәріміз де 70-тен астық емес пе? Сыбағаларыңды жегізейін деп әдейі шақырдық деп, Атамқұл дір-дір еткен екі қолымен менің алдыма жылқының шекесін қойды. Мына асан оқымыстыны 2 жыл бойы шақырып келтіре алмадық қой тегі деп, оның әйелі өкпе назын айтып қалды. Құдайға тәубе деңдер, баяғыда 60-қа келгендер кәужіреген шал болып тәлтіректеп қалушы еді. Мына сендер әлі де қутыңдап жүрсіңдер ғой деп Алпысбаев мырс-мырс күліп қағытты. Алпысбаев айтса ақиқатты айтады. Біздің әкелеріміз не көрмеді? Бәрі соғыста болған, кантожный. Қабырғасы қатаймай колхоздың күні-түні қара жұмысын істеген. Тоя тамақ ішпей, демалыс дегенді білмегендер ғой. Содан мүжіліп, шөгіп, ерте қартайды емес пе дедім, 60 жасында кеткен әкем есіме түсіп. Біздің бір класста 3 берік деген болды да, оларды Қонақбаев, Құтпанбаев, Алпысбаев деп фамилиясымен атап кеттік дедім мен. Мына Алпысбаев берік 8-ден кейін училищеге түсіп кетті емес пе деп едім, Алпысбаев күміс тісін көрсете ыржаң ете қалды. 40 жыл шопыр болдым, 3 рет авария жасадым. Бір КамАЗ жаңа москвичімнің талқанын шығардым. Тек қолым сынғаны болмаса, Құдайға шүкір дін аманмын. 2 адамды қағып кетіп, әйтеуір құтылдым-ау деп ол бөсіп бара жатқанда, дүкенші әкең әбден шашылып әрең құтқарып алды емес пе деді, Атамқұл оның тәрелкесіне омыртқа салып жатып. Әй, ана құрдасыңның біріне бас пен жамбасты қатар бердің, екіншісіне асықты жілік тарттың. Ал маған бергенің жалаңаш бел омыртқа. Мұның қалай деген Алпысбаевтың даусы қатты шығып кетті. Мә, мына жамбасты ал, мен ауызда тимедім. Заман өзгерді, ал адам өзгермейді-ау. Бала кезіңде шатақ құмар едің деп, алдымдағы майлы жамбасты оған жағалаттым. Алпысбаев, сен ауылдасымсың, күнде осы үйден дәм татып жүрсің. Мына Маралбайды Тәукеден, ал Асанды Алматыдан арнайы шақырдым. Бәріміз биыл 70-ке аман есен келдік. Соғым басы берейін деп әдейілеп жинап отырмын. Сайра, Сайра деп үй иесі айқай сап әйелін шақырды. Толықтығына қарамай зыр жүгіріп жүрген Атамқұлдың әйелі дөңгелене кірді. Әлгі бөтелкеңді әкелсеңші. Арақты ма? Иә. Құран оқыған дастарқанда ішпей-ақ қойсаңдаршы деп әйелі жақтырмай күбіжіктеді. Осы төртеуміздің де әкелеріміз өкіртіп ішкен. Біз де қалысқан жоқпыз. Қазір ғой Асан мен Маралбай аурумын деп бұдан қашып жүргені. Әкел қане деп Атамқұл әйеліне зіркілдей бастады. Бүгін сендерге баяғыша сыбаға беріп отырмын. Алдымен баспен қоса жіліктерді тараттым. Әйелдер ана үйде бөлек әңгіме дүкенді дүрілдетуде. Енді кеспе ғып кескен қамырымен етті майдалап турап, үстіне сорпа құйып араластырып алып келемін. Ол қырғыздардың нарыны емес пе деп Алпысбаев кекетті. Жоқ, ол баяғыдан бері ата-әжелеріміздің салт дәстүрі. Соны есіме түсіріп, отағасының кластастарына соғымбасы беріп отырмын. Әй, Сайра, қызыл тіліңді беземей әкелсеңші тез деп Атамқұл әйеліне ала көздене қарады. Әйелі жайқала басып бір бөтелкені алдына тақ еткізіп қоя салды. Жігіттің әйелі қолындағы туы.
Мына Сайраның көңілі баладай, пейілі даладай. Қарамайсың ба, үшеумізге тура жылқының жарты етін салған ба дерсің деп едім. Сайра қаздың бөтегесіндей әдемі тамағы бүлкілдеп, күлім қағып жайраңдап кетті. Біздің отағасына жақпайды ғой, бұл ауырып қалады. Ештеңе етпейді, мына Алпысбаев екеуміз ішеміз. Маралбайдың да бір тартары бар еді ғой. Мәке? Маралбай екі көзі бағжаңдап, көкпеңбек боп қаздиып тұрған бөтелкеге маған бір қарады да, ем үшін 100 грамм құйшы, мейлі онда, деді бәсең үнмен. Маралбай алқаштың арағы қасында тұрады. Сырың белгілі болды деп Алпысбаев қиқ-қиқ етті. Иегі қисық болса, сақалы да қисық бітеді. Бұл Алпысбаев кекетуден жарыс өтсе, чемпионы болар еді деп, ол да қарсы уәж айтқансыды. Ал Асан, сен сөйле, деді Атамқұл 4 рюмкеге арақты құйған соң. Тас үгіліп құм болар, мұз үгіліп су болар. Сенесіңдер ме, біздің достығымыз бірақ еш уақытта өзгермейді. Сендердің орталарыңда болмасам да жүрегімдесіңдер, ойымнан шықпайсыңдар. Сендерді сағынамын, бәріміз аман есен болайықшы. Қане, алып қоялық, деп Атамқұл өжектеді. Асекең керемет айтты. Біз не, қабандай қорсылдап кеп іше саламыз. Шымшықтан бүркіттің батылдығын күтпейтініміз сияқты бізден не қайыр. Асанның айтқаны аңыз, өзі нағыз абыз деп, Алпысбаев айтқанда оған таңдана қарап қалдым. Сен Кәріпбай ағамнан аумаған шешен болыпсың. Енді ол ағаң сенің жақын туысың ғой. Білесің бе? Кел Асан, нағыз айқын болсаң, сен де 100 грамм алып қой. Жаңбыр өзін селге санайды, құдық өзін көлге санайды. Бірақ міне топты жарып, атағың аспандап академик болдың. Сенімен мақтанамыз, марқаямыз, ішпесең ренжиміз деп Алпысбаев қылбұрауды салды дерсің. Ал енді көтер қане деп, Атамқұл айырдай үлкен қолы дір-дір етіп ентелеп ап жөнелсін. Бір мәрте ғана тартайын деп рюмкемді ұстадым. Бұл бәлекетті ішпегелі не заман, тамағымды тырнап, өзегімді өртеп кетті. Не деген ащы еді деп тыжырынып жатқанымда, Алпысбаев бір кесекетті аузыма тосты. Сүйекпен ұрған ит қаңқылдамайды. Қазір кайып ұстайсың енді, деп шиқылдай күлгенде қушиған екі иығы бірге селкілдеді. Артық қырым еті жоқ, еңкіш тартқан тыртиған арық қоңқақ мұрнының астына бармақтай мұрт қойған бұл Алпысбаев күнге күйген терідей мыж-мыж қап-қара. Күміс түсі жылтылдап сойқан, шақпа тілді шақар. Кейбір әзілі өңменіңнен өтер зәрлі, кекетіп мұқатудан алдына жан салмайды. Үй іші ысыды ма, арақтың әсері ме, бусанып, терлеп жүріп бердім. Тұла бойым құрысып, бір албасты басып кеп тұрған еді. Тух, жеңілдеп қалдым ғой деп, Маралбай жиектері түтілген кір-кір тақиясын шешіп, алдында жатқан орамалымен маңдайын сүртті. Онда қалғанын да қағып алайық деп, Атамқұл бөтелкеге жармасты. Бұл пәле 1000 кеселді жазада деп, Алпысбаев май-май сірнеленген қолымен рюмканы ұстағанда, мойны басын сүртініп отырған Маралбай киіп кетті. Алыстан келдік, күнде жинала бермейміз. Алқаштар сияқты ше бермей, бір ауыз тілек айтайық та. Айтсын, Мәкеңдікі жөн деп мен қоштаған соң, ол қопарыла көтеріліп, жүрелей отырып бастап кетті. Маралбай әкелерімізді еске алды. Оның әкесі 35 жасында тоққа түсіп ерте қайтыс болған. Әке мейірімін сағынады-ау. Титтейімізден асыр сап бірге өскен уақытымызды айтты. Міне, 70-ке аман есен жеткенімізге тәуба. Өстіп бір-бірімізді іздеп, шақырып, бір шәугім шайымызды тату-тәтті ішкенге не жетсін. Ой, жарайсың, мынауың нағыз ақсақал болыпты ғой деп Атамқұл көтермеледі. Әй, қайдам, көк мылжың десеңші деп Алпысбаев қыршып алды. Дүрілдесіп босаған рюмкелерді қайта қойып үлгермедік. Біздің үйдің бәйбішесі кіріп кеп таңдана қарап қалды. Бетім-ау, ата сақал ауыздарыңа түскенше не болған? Әлі ішіп жүрсіңдер ме? Ұят емес пе деп бетін шымшып, жымиып, құпия сыр айтқансып, Асеке, мынаны ана досыңа бермейсің бе деп газетке оралған әлденені Атамқұлға ұсынды.
Оу, қатын, мынауың не, деді ол құрдасынып қатты қалжыңдасатын әдетімен. Бұл ма? Бұл таптырмайтын дәрі. Асекең досыңнан сұра деп, ұзын көйлегі көлбеңдеп ауыз үйге шығып кетті. Атамқұл, бұл қарағайдың шырынынан жасалған самогон. Бір кәріс Алтай тауына арнайы барып, неше түрлі шөп, бал қосып жасайды екен. Сенің белің ауырады ғой, соған жақсын деп әдейі тауып әкелдім. Белімнен шойырылып жүре алмай қалып едім, жақсы болды ғой. Аяғым да қақсайды, оған да жақсам қайтеді. Осыны түнге қарай күн ара жағып жатсаң, бір айда құлан таза жазылып, жүгіріп кетесің деп білгенімді айттым. Оу, мен де таяқ ұстап қалдым ғой. Мына бір жақ жамбасым шаншулап жүргізбейді. Маған да қарайлассаңшы онда деп, Маралбай шишаны алып айналдырып көре бастады. Әй, бар қызықты тазбастың аяғымен іші көре ме? Әкел бермен деп, Алпысбаев бөтелкені жұлып алып, тісімен тығынын тістеп ашып, пой, иісін-ай шіркіннің, мынауың арқырап тұр ғой. Әй, шымшықтың көзіндей мына рюмкелеріңді жинап қой. Әкелсеңші өзіміздің үйренген айғыр стакандарды деп лепілдеп кетті. Бұл самогон 70 градус, дедім оны ішуге қимай. Тіпті тамаша, бізге де ем болсын. Академик досымыз аман болса, тағы да әкеп береді деп, 4 стаканға құя бастады. Суық су әкеліңдерші деген Маралбайдың қолақпандай жұтқыншағы жоғары төмен қашқан қояндай жүгіріп кетті. Әй, мұны бұлай кока-коламен ішу керек деп, Алпысбаев жарты стакан самогонды тартып алды да, артынан батпақ жұтқандай тыпыршып отырып қалды. Көзін шарта жұмып алып, жаңа бауыздалған өгіздің қанындай қызыл күрең кока-коланы құлқылдатты. Қалған екеуі тост айтып, самогон таусылуға айналғанда әңгіме дүрілдеп жүріп берді. Қара жартас үстіндегі кәрі құлжадай өңкиген Маралбай итініп кеп, Асан мүлде ішпеуші еді, бүгін жарады деп, есіне бірдеңені түсіріп әңгіме бастайын деп еді, Алпысбаев киіп кетті. Өздерің білесіңдер, мына кәужіреген Маралбай жас кезінде 130 кило тартып, түйе палуан атанған. Шурик деген құрдасымызды 30 құлаш жардан лақша бақыртып лақтырып жібергенде, қалай тірі қалғанына таңым бар. Төменде қалың оппа үйілген қартың үстіне топ ете түскен ғой. Өліп қалды ма деп жатқан жеріне жүгіріп барсақ, дін аман. Есін жия сала, мына диудай болған Маралбайдан қорқып тұра қашпады ма дедім есіме алып. Осы қу арақтың кесірі ғой. Шурик те жақсы жігіт еді марқұм. Былтыр қайтыс болды. Тундрада туған, үңгіш екендігін еститін біз. Қазақша бізден жақсы сөйлейтін. Асыл досымыз еді деп, Маралбай бетін сипады. Бізге сіңісіп, бауыр басып кеткен, май-май боп тракторын айдап жүретін Шурик құрдасымыздың бала кезіндегі оқиғаларын еске алыстық. Өле өлгенше ораза, намазын үзбеді ғой марқұм деп, Маралбай досын жоқтап, кеудесін кере күрсінді. Асықты жілігіңнің майынан бізге де берсеңші деп, Алпысбаев бұжыр-бұжыр алақанын тосты. Естеріңде ме, баяғыда соғым сойып жатқан кезде, біздің ауылдың шалдары жылқының қарнын жарғанда, бір елідей қазыны тілеп алып, шикідей жұтып жіберетін. Қызыл Төлеген мен Ағаш аяқ Иса деген кісілер әдейілеп үйімізге келіп, шешеме, айналайын, қарындасым, бір кесе құйрық май ерітіп бере қойшы. Бір жел қатып, сіркем су көтермей жүр дейтін төрімізге жайғасып. Анам қатырып сақтап жүрген майынан опырып алып пешке қойып, ерітіп, екеуіне ілкілдеген май толы 2 кесені ұсынатын. Әлгі кісілер әлгіні шайқап-шайқап, үрлеп отырып, ыстықтай түгін қалдырмай ішіп алатын. Осы жәкемдер қызық. Ай сайын келіп, балаларға емге деп сақтап жүрген құйрық майды тауысатын болды. Тағы ерітіп берші, тағы ішіп алайын деп тұр дейтін анам, олар есегіне мініп кеткен соң дастарханын жинап жатып. Әй, қане, қарағайдың сөлінен жасалған шипалы судың қалғанын алып қояйық деген Алпысбаевтың даусы қатты шыға бастады. Ал ет тартамыз деп, сайра алдымызды тазартып, қызы екеуі дәу 2 жалпақ табақты көтеріп әкеп ортаға қойды. Ауыз үйден әйелдеріміз келіп аяқ жағымызға жайғасты.
Бағанадан бері аяқтыға жол, ауыздыға сөз бермей отырған Алпысбаев та, қол аяғы дірілдеген Атамқұл да арыстанның алдында жүні жығылған күшіктей үндері өшті. Бұл екеуі де бәйбішелерін жіберіп жас келіншек алған. Олардың көзінше бейпіл сөйлемей, мысық табандап, басылып қалатынын бұрыннан байқайтынмын. Сөз өзіне еркін тиген Маралбай күректей қолымен етін майдалап турап араластырған кеспе толы табақтың бір бүйірін опырайтып тастады. Екі кесе қатық қосқан сорпаны ішіп, майлы орамалға қолын сүртіп отырып, жігіттер деймін, осы жасқа дейін казиношник, нашақор деген бәлеңді көрмеген едік қой. Сенесіңдер ме, біздің ауылда бір бай коммерсанттың жалғыз ұлы казиношник болып, әке-шешесінің ауылдағы, қаладағы үй-жайын, бар мал дүниесін, машинасын салып жіберген ғой. Казинода ұтылып, қаншама адамнан қарыз алған десеңші. Ақыры сотталып кетті. Ойпырмай, сонда ауылда да нашақорлар бар ма? Ой, академик, сен білмейді екенсің ғой. Біздің ауыл нашаға тұншығып жатыр. Мына таудан анда-санда бір мәшине бері түсіп келіп, ауылға бір түнеп қайта көтеріліп кетеді. Міне, сол УАЗик сонау Ауғанстаннан наша тасиды екен. Олар оны жас жүгермектеріміздің үйіне қап-қап түсіріп беріп кетеді. Ал олар оны ары қарай жан-жаққа жымын білдірмей таратады. Алматыға апарып, сонау Мәскеу, Европаңа дейін алып кететін алып сатарларға бөліп-бөліп береді. Ойпырмай, сонда ауыл не болып барады деп таңдандым. Асеке, несін айтасың, қайран боздақтар соғыс апат болмай-ақ құрып барады. Еріккен жастар қазір кеш бата бір үйге жиналып алып, көк түтінге көміліп, түні бойы наша тартып, кайып болып ұйқы көрмейді. Ертесіне екі көзі құтырған иттікіндей қызарып, жынды адамдай меңзең жүреді. Әуелі 3-4 бала осы пәлекеттен үзіліп те кетті. Сұрқия сор болды бұл бізге жабысқан. Ол жыланқұрт бәле бізге де жетті. Осы өткен аптада зіңгіттей 30-дан асқан жігітіміз асылып өлді. Соңғы 5 жылда 4 азамат бостан-босқа өз-өзіне қол салып жанын үзді. Білеміз, бәрі де наша тартатындар. Ол уландырып, миын кептіріп жібереді дейді ғой. Балалары да кем, жарымжан. Шошитын болдық қой деп, есік көзінде отырған Сайра орамалын жөндеп қойып әңгімеге араласты. Маралбайдың тез-тез сөйлейтін бәкене әйелі ортаға кіріп кетті. Ауыл не болып бара жатыр дейсің? Басқа дінге кіріп, солардың кітабын сатып, ақша тауып жүргендерді көргенде тіпті шошисың. Қойшей, бұл қалай сонда, олар мұсылман емес пе? Бір-бірін үгіттеп, секта құрып алып, айтқаныңа пішту деп қарамайды. Балалардан, немерелерімнен қорқам деп, бұған не дейсің дегендей маған шаншыла қарады. Коронавирус келіп, бір-бірімізді көрмегелі 3 жылдан асыпты. Атамқұлға рахмет, соғым басын беріп, басымызды қосқанына. Осыдан 30-40 жыл бұрын осы казино, наша, дінбұзар секта деген мүлде жоқ еді. Бұл кесапаттар жаһандану деген батыстың бізге жіберген вирус микробтары. Бізді улап құртудың амалы. Үсті-үстіне неше түрлі бәлелерді ойлап тауып аздыртуда. Баяғыда мамыражай рахат ғұмыр кешуші едік дегенімде, Сайра ұмтылып кеп, шыныларымызды алып, қайта сорпа құйып әкеліп жүріп әңгімеге араласып кетті. Қазір мына компьютер, сотка, WhatsApp деген бәле болды емес пе? Еңбектеген баладан еңкейген шалға дейін соған үңіліп, маймыл құсап бүкшиіп көз алмайды. Ал онда не былық-шылық, ұятсыз, арсыз нәрселер өріп жүр. Міне, балалар қабырғасы қатпай сұмдық сұрқияларды бойына сіңіріп жатыр. Осы ауылда баласы наркоман болып, пышақ алып әкесін ұрып соғып, буындырып жатқанда, әйелі артынан үтікпен ұрып жығып өз ұлын өлтіріп қойды. Әкесі бәрін мойнына алып сотталып еді, үй іші бір жола көшіп кетті. Әнеугүні оны Қарағанды жақта көрдім, түрмеден шығыпты. Елге баруға бетім жоқ, қара бетпін, өмірлік қара таңба. Осы жақта өлсем, мүрдем де осы жақта қалады дейді көңілі жасып. Бірге өскенбіз ғой, жаның ашиды байғұсқа деп, Атамқұл айтқаным дұрыс па деп, толықсыған келіншегіне жарамсақтана қарады.
Қазір мал өсіре алмайтын болдық. Ұрлықшылар малың көзіңнен таса болса болды, қағып кетеді. Тіпті аудан әкімінің фазендасындағы 100-дей жылқыны түнде айдап кетіп, із-түз жоқ, мүлде табылмай қойды. Ұры алыстан келмейді деген Маралбай тұп-тура баяғылардың қарияларындай аспай-саспай әр сөзін салмақтап айтатын болыпты. Мына Асекең жақсы біледі. Біздің ауылда Ғұсман деген құрдасымыз бар. Нағыз баукеспе барымташы. Қанша рет сотталды. Қар бір түскенде елеңдеп отыра алмайды. Жүген мен жеңіл орыс ертоқымын қапқа салып алып, пойызға отырып, шығанға шығып кетеді. Апта жоқ, ай жоғалып барып, бір түні бір үйір жылқыны шұрқыратып айдап әкеп қорасына қамайды. Сақал мұрты қаудиып өскен, қап-қара түтігіп кеткен кеудесі мен белін арқанмен буып алған Ғұсманды ат үстінен әрең көтеріп түсіреміз. Содан соң деп Алпысбаев итіне елеңдеді. Содан қазысы айналған семіз жылқыларды жарты бағасына сата бастайды. Бүкіл ел соғымға қарық болып бір жырғап қалады. Бұл не қылған ен байлық қайдан келді білмейміз. Жегенің ұрлық еті екен ғой деп кекете бастап еді, қуыршақ қыздай үлбіреген келіншегі, онда сенің не жұмысың бар деп ызғар шаша қарағанда Алпысбаев жым болды. Ғұсманды мен де жақсы танимын. Кездескен сайын, Асеке, машинаңды жібере қойшы, биылғы соғымыңды сойып салып беріп жіберейін дейтінін қайтерсің деп есіме түсіп бір бүйірден қосылып едім, Маралбай жақтырмай әңгімесін ары қарай жалғап кетті. Жібердің бе машинаңды? Жоға. Ғұсман пойызға мініп алып, сонау алыс аймақтың біріне түсіп қалып барлау жасайды. Әбден әккіленген сол жердегі таныс жекжат ұрыларының үйінде тығылып демалады. Ол жекжаты бұрқыраған бір топ жылқыны мұның алдына салып берісімен дүркірете қуып айдап жоғалады. Арасынан белді біреуін ұстап ерттеп мініп алып, шойын жолдың табанымен қуып отырып, күндік жердегі күтіп отырған серігінің қорасына қамап тастайды. Серігі күні бойы малға жем шөп беріп суарып бағып қағады. Ұйқысын қандырған соң сол үйден сыбағасын жеп, тыныққан ол кеш бата тағы жолға шығады. Тақымына қысқан шолақ қос ауызы бар. Кездейсоқ біреу-міреу қарсы жолығып жөн сұраса, көрдім білдім деме. Әйтпесе 7 қат жерге кіріп кетсең де тауып алып, мынаумен тарс еткіземін. Ажалың онда менен деп қос ауызды маңдайына көздеп тақаса, анау 7 атасына дейін айтып қарғанып, жанын әзер арашалап алып қалатын көрінеді. Қонып түнеген жекжат жораларының үйіне бір жылқыны сойып, тастап кетіп отыратын жомарттығы да бар көрінеді. Ғұсман секілді алыстан әкелетін барымташылар қазір мүлде жоқ. Бүгіндер ауылда жұмыс істегісі келмейтін өңкей сасық ұрылар қаптап, қорадағы аз-маз малыңды аш бөрідей талапайлап жоқ қылып жатыр емес пе деп, Маралбай басындағы ескі шет-шеті жемірілген киіз үйдей тақиясын шешіп тастап еді, қазандай басынан бу бұрқ ете түсті. Әй, Асеке, мынауың басқа шықты деп, босаған бөтелкені көзімен нұсқады. Бұл еш ауыртпайды, бар дертіңе ем дедім. Әй, сендерді жан досым, жолдасым деп жүрсем, неге қызымды ұзатқан тойыма біреуің де келмедіңдер былтыр, а? Ешқайсың келмедіңдер ғой, мен күттім ғой. Киттейімізден бірге өскен, бір класта оқыған, интернаттың қара нанын бөліп жеген достарым емессіңдер ме? Атамқұл масайып қалған ба, дауысы мылтық атқандай қатты шықты. Төбесіне жиналған ескі сабан секілді шашы ұйпа-тұйпа. Бұрын топ-толық домаланған жан, аурушаң азып, беті шұбар-шұбар, қаудыраған құр сүйегіне киім кигізіп қойғандай. Үшеуіңнің де той жиыныңнан қалмаушы едім. Қызымды ұзатқанда құдалыққа жүріңдерші деп әрқайсысыңа жалындым ғой. Біреуің келмедіңдер ғой деп, кенет ол өкіріп жылап ақ жібергені. Екі иығы селкілдеген қайран асыл досым-ай. Пандемия болдық қой деп түрегеле сап оны барып құшақтадым. Ол жас балаша менің кеудеме басын қойып солқылдап тұрып алғанда, менің де көзімнен ыстық жас ыршып-ыршып шығып кетті. Кірмегенім қара жер болды. Қатын мен бала шағадан ұялдым. Атеке, сенікі дұрыс. Келер сенбіде біздің үйге келіңдер. Ат шапан айыбың менен деп Маралбай да көзін сүрткіледі.
Ойбой, мына шалдар 70-ке келгенде жылауық болып кеткен бе? Атамқұл, үйге келген қонаққа үйдей өкпеңді айтпас болар деп, Сайра тұрып келіп күйеуіне таза сүлгі беріп, бет-аузын сүртті. Ақылы қатып, жыламсыраған қайран досымның түр әлпетін көріп, жүрегім уылжиды. Әй, бітпейтін қу тірлік. Неге ғана келмедім екен, неге? Қартайғанда жас қатын алып, баламыз кеш ер жеткен кінә өзімізден. Маралбайлар пәленбай немере сүйіп отыр. Сен жаңа ғана бойжеткен қызыңды енді ұзатып отырған өз обалың өзіңе деп Алпысбаев шағып алды. Біздің үйдің отағасына төсін жарып, жүрегіне операция жасады ғой. Осыдан 1 жыл бұрын. Қатты толқып, ашулануға болмайды деп, күйеуін айналып толғанған әйеліне риза болдым. Үйді 40 еркек толтыра алмайды, бір әйел толтырады. Шаңырағын жайнатып ұстап отырған біздің Атамқұл досымызды сәбише мәпелеп күтіп баптап отырған Сайраш саған рахмет дегенімде Алпысбаев іліп әкетті. Сайра 4 сиыр сауып отыр. Қыстай 3-4 тана бұқа байлап сойып сатып, Атамқұлды асырап отырған осы қатын. Сендерге сол тойдан сыбаға сақтап алып қойған едім. Дәм татыңыздар деп, менің қасыма буаз сиырдай белі жуан шишаны әкеп ұстатқан Сайраның томпақ 2 беті алаулап қызарып тұр. О, бұл шотландский виски ғой, удай қымбат дедім, әлгінің сыртын айналдырып қарап. Не бәле болса да ішейік онда деп, ит кемірген ешкінің асығындай Алпысбаев жұтынды. Ағаштан бал, шөптен сүт ағызған заманай десеңші. Қай жердікі дейсің деп Маралбай тамсанды. Сендерге арнап сақтап жүргеніме 1 жылдан асты. Сендерден артық кімім бар? Сендер менің ең жақын достарымсыңдар ғой деген Атамқұлдың иегі кемсеңдеп кетті. Арғы жексенбіде біздің үйге келіңдер. Атамқұл қызының тойында өлімші боп коронавируспен ауырып, ауруханада жатқан едім ғой деп, досымның арқасынан сипалай бердім. Мына өмірде менің ең жақын досым сен екенсің. Титтейіңнен маған қамқор болып жүруші едің. Маралбай екеуің бәйтеректей биік, еңгезердей дәу жігіт едіңдер. Мына арқа сүйегі адырайған, қол аяғы шодырайған қалтылдап, дірілдеген шалға айналғаныңа қайранмын. Досым, сенің өкпе назың өте дұрыс. Қайсы бірін айтайын, әке-шешем қайтыс болғанда бәрін басқарып сен жүрдің. Осыдан 3 жыл бұрын 2 туған қарындасым 50-ге де келмей жатып, 1 айда аяқ астынан дүние салғанда, қолтығымнан сүйеп, жасымды сүртіп сен жүрдің қасымда күндіз-түн. Күніге телефон шалып, өткен-кеткенді айтып, әзілдеп есімді жиғызып, көңілімді аулағаныңды қалай ұмытайын. Сенің маған істеген жақсылық шапағатың ұшан теңіз. Неге ғана қызын ұзатқан соңда жазылып шыққанымнан кейін келіп, құтты болсын айтып кетпедім неге? Әй, мен тас бауырланып кеткен жоқпын ба осы? Өзегіме ащы өксік тығылып, өкіріп жылап жіберуге шақ-шақ тұрмын. Көзімнен жасым төгіліп ақ кетер еді, әйелдерден қысылдым. Әкелші бермен, бұл үпіл мәлікті өмірі татып көрмеппін. Мынауыңның бағасы 1 сиырдың құны дейсің бе? Не деген қымбат деп, күректей алақанымен құмыраны сипап, ары-бері төңкеріп көрген Маралбай, сыртындағы ағылшынша жазуларға қанша үңілгенімен оқи алмай қайтарып берді. Атамқұл, әлі талай-талай қуанышыңда бірге боламыз. Қой енді, тау да өзгерер, заман да мың құбылар. Бірақ менің Атамқұл досым табиғи, кіршіксіз таза қалпында қалады. Келіңдер, ұлы достық үшін алып қояйық. Асеке, сен де шейін деп отырсың ба? Ауырып қаласың ғой деген әйелімнің ескертпесіне пішту деп қарамадым. Ешкі пұл болған, әйел би болған заман. Ішпесең ішпей-ақ қой Асан деп Алпысбаев кілмие қарады. Келіншектерге импортный вино бар, соны ішеді деп, Сайра оларға қызыл-күрең тырна мойын шарап әкеліп қойды. Бізге 4 түйекөз рюмкені тізіп берді. Вискиге мұз, су не кока-коланы қосып ішеді деп білгішсініп едім, Алпысбаев сасық күзенше шаңқ ете қалды. Асан, сен білгішсің бе? Спиртте, әскерде одеколон да ішкенбіз. Сол тамақтан өткен бұл да зу ете түсер. Біз мына үшеуміз де 70-ке дейін ішіп келеміз. 40 жыл шопыр болдым. 1 ретте мас болып ұсталған емеспін.
Атамқұл машинасын 2 рет төңкерді. Мына Маралбай Беларусын быт-шыт қылды. Бұлар іше алмайды. Ал қызыңның барған жерінде бағы ашылсын деп, Алпысбаев 2 көзін тарс жұмып тартып алды. Біз де бұл жарықтықты татып көрейік деп, Маралбай ұрсама деп әйелі жағына ұрлана қарап қойып, рюмкесіне жармасты. Үстіне су қосып ішкен виски жылқының майындай тамағымнан жылпып өтіп, жүрегімнің үстіне кілкіп тұрды да қалды. Біздің ауылға әлі күнге дейін газ келмей, қыстай көмір жағып шығамыз деген Атамқұлға қарап, Сайра: Атекең пештің шетіне жоламайды. Қыстай оған қожайын өзім деп, Сайра әйелдерге шарап алдыруға кірісті. Газ тартылып еді, ауылымызға көшіп келушілер шыбындай қаптады. Бәрі жапа-тармағай үй салып алды. Бұрынғы жүгері, қызылша егетін суармалы жерлерде жыпырлаған там. Оны айтасың, қаладан аннан-мұннан қалталылар тау, құм демей бәрін тасып алып, тышқан кіргізбейтіндей қоршап тастады. Қарауыл қойып мал тұрмақ адамды да жолатпайды. Жекеше малымызды бағатын жайылым жоқ деп, Маралбай ішінде жүрген гөй-гөй сырын ортаға ақтара бастады. Сен, Мәке, өте дұрыс айтасың. Баяғыда Алматымыз қандай гүлжазиралы ғажап қала еді. Қысы жазы ағашқа малынып, көше-көшедегі арықтардан сылдырап су ағып жататын. Тап-таза, оған баруға асығушы едік. Қазір сонау тау шыңдарындағы ағаш, орман біткенді отап, төңірегін түгел тас-талқан қопарып, үй-жайлар салып тастаған. Сайын көшесінен бері қарай жайқалған жүгері, одан бері көк-мөк, ал тау етегінде исі бұрқыраған апорт өсіретін совхоздар болатын. Қазір далиып бей-берекет салынып жатқан құрылыс ар жағы Талғарға, бергі жағы Қаскелең, төменгі беті Қапшағайға дейін кеулеп барады деген менің сөзімді Сайра бөліп жіберді. Қалаңда ауа жоқ қой, қалай тұрып жатырсыңдар? Анда-санда барсақ тұншығып, давлениеміз көтеріліп, өліп кете жаздаймыз деп еді, бәрі жапа-тармағай дұрыс, дұрыс айтасың деп бастарын изесті. Қайран Алматы, қазір әлемдегі ең былғаныш қаланың бірі. Мұнда тұратындардың 3-тен 1-і осы лас ауасынан дімкәс, түрлі дерттерге шалдыққан. Әсіресе балаларға обалақ деп күрсіндім. Ау, отыра береміз бе? Маралбай тост айтсын деп, Алпысбаев мұным қалай дегендей танауын жоғары көтерді. Айтсын, сөз сенде, Мәке деп, үй иесі елеңдеп қалды. Атамқұл, Сайра, құдалықтарың құтты болсын. Қыздарыңның барған жерде бағы ашылсын. Қазіргі балалар үйленбей жүріп алатын болды ғой. Сенесіңдер ме? Алақандай біздің ауылда 40 бозбала үйленбей бойдақ боп жүр. Алды 40-тан асып кетті. Ауылдағы қыздар бір атадан, жақын туысқандары ала алмайды. Бойдақ жігіттер топырлап кешке көшеге сыймайды. Не дейді? Бетім-ау, 40 бойдақ бар дейсің бе деп, Алпысбаевтың бүйрек бет жас әйелі бетін шымшыды. Алдымен Маралбайдың сөзіне алып қояйық деп, Алпысбаев дікілдеп бәрімізді ішкізіп қойды. Бой жеткен қыздарың болса айтыңдар, құда болайық. Қазіргі кезде жастардан мейірім қашып бара жатқандай көрінеді. Әсіресе қалаға, сыртқа кеткендер жатпауыр болып кетеді екен. Дәулетті ел басқарған Боранша деген ағамыз 2 ұл 1 қызын орысша Алматыдан мектеп бітіргізді. Кейін 2 ұлын болашақпен шетелге жіберді. Қызы орысқа күйеуге шықты. Сенесіңдер ме, сол Боранша бар тапқан таянғанын соларға жіберіп тұратын. От жағатын пеші жөнді жанбай, әйелі екеуі қатар иіс тиіп аяқ астынан дүние салды байғұстар. Астанада 1 ұл, екіншісі Ақтөбеде, қызы Саратовта тұрады екен. Телефон шалып бәрімен өзім сөйлестім. Шіркіндер-ай, иттер-ай, біреу келмеді ғой. Бәрі үйлі баранды, тұрмыстары керемет. Туыстары жиылып өзіміз жерледік. Міне, келесі айда жылдығын бермекшіміз. Ал сол мәпелеп өсірген балаларының еш қайсысынан хабар жоқ. Біреуі келіп, әке-шешесінің басына Құран оқып кетпеді ғой. Үлкен ұлы еврейден, кіші баласы якуттан әйел алды деп естіген едім деп білгенімді айттым. Иә, солай дейді. Басқа ұлтқа үйленсе, балаң бір жола бөтен, жат боп кетті деп есептей бер.
Индонезия деген елде балалары ай сайын арнайы келіп, әке-шешелерінің аяқтарын жуып, сүртіп, дәмдеп ас суын беріп тұратын бұлжымас дәстүрі бар екен. Бұл ел ата-анасын қадір тұтатын, оны парыз борыш деп білетін мейірмандық қасиеттері жойылмаған бірегей ұлт. Бұл елде қарттар үйі деген мүлде жоқ дедім мен білгішсініп. Сол боранша балаларын Алматыға интернатқа беріп, орысша оқытып еді. Тікаяқ боп солар ауылға келмей суып кетті. Әке-шешесі өлгенде келмеген балаларынан не үміт, не қайыр. Маралбайдың тез-тез қатты дауыстап сөйлейтін әйелі ішіне сыймаған ойын ақтарып салды. Ал енді жарты сағаттай үзіліс. Далаға шығып аяқ суытыңдар. Одан кейін қуырдақ деп Сайра басқара бастады. Тағы қуырдақ бар ма дедім асқазанымның жайын ойлап. Асеке, саған арнап үндік асып қойғам, қам жеме, асықпаңдар енді дегеннен соң қиқайып-сиқайып орнымыздан тұрдық. Екі аяғым сіресіп ұйып қалыпты. Маралбай байғұс қорбаңдап, әйелі қолтығынан демеп, әзер түрегеліп таяғына таянды. Көлбей жатқан Атамқұл да кирелеңдеп, Сайра қолынан тартып, тіктелгенмен ойбайлап даусы шығып кетті. Алпысбаев қана лып көтеріліп, әлі ылдым-жылдым ширақ. Қардан кебіс киіп, мұздан тон оранған дала шаңғытып тұр. Буымыз бұрқыраған біздер тондарымызды түймелеп, тұмағымызды басып кие бастадық. Жүріңдер, қоражайды көрсетейін деп, белін ұстаған Атамқұл алға түсті. Сыртта үскірік, ал қора іші жып-жылы. 5-6 ірі қара күйіс қайырып тұр. Шеткерірек бөлек байланған мойны қатпар-қатпар дәу қарын бұқа бізге қызыл көзденіп қарап-қарап тепсінді. Әбден семірді. Сойып, жіліктеп сатамын бұл бұқаны, деді үй иесі. Былтыр Атамқұл қаладағы кардиология ауруханасына аяқ асты түсіп, операция жасатқанын естіп, дереу жеттім. Кеудесін тіліп, төсін жарып, жүрегінің қалақшаларын жөндеген ғой. Алғаш көргенімде көзімнен жас шығып кетті. Әзер-әзер сөйлейді, барып келіп жатыр. Платныйда жатырмын. Үйдегі бордақылап отырған малдың бәрін сатыңдар дедім. Қу жаным қалды ғой әйтеуір, дейді дірілдеп. 10 шақты күннен кейін шығатынын біліп арнайы барғанымда, әйелі бала шағасы түгел келіпті. Атамқұл жазылған, даусы өктем-өктем. Бәріне ұрысып, қырып жойып барады. 6 ай баққан 2 бұқа мен 1 байталымды тегінге сатып жіберіпті мына кеңкелестер, деп апшысын қуырып жатыр. Ау Атамқұл, жаның қалғанына тәубе демейсің бе? Мал табылар, жаның аман болсын деп ашуын әзер бастым дегенімде, бәрі қарқылдап ду күлді. Далада аяз арқырап тұр екен. Жүріңдер, моншамды көрсетейін деп, үйіне жапсарлас салынған құжыраға бастап кіргізді. Әй, өңкей ақсақ-тоқсақ, жүрсеңдерші тезірек деп, соңынан кірген Алпысбаев бәрімізді шаншып өтті. 70 жас оңай емес екен. Уыс-уыс дәрі ішіп әзер жүрміз ғой деп, бір басында 40 түрлі дерті бар Маралбай досым моншаның кіре берісіндегі ағаш сәкіге отыра кетті. Алпысбаев, сен мақтанба, қантың көтеріліп, әнеу күні ғана емделіп шыққаныңды ұмытып кеттің бе деп, Атамқұл оның аузына құм құйды. Жігіттер, сыртым бүтін болғанмен ішім түтін. Мені де соңғы жылдары дерт айналдырып, инфаркт алдым, жүрекке сақина салдырдым. Қайтеміз, біз тозған машина секілді. Жөндеп тұрмасақ, сылқ ете қалармыз деп, кеселімді айта бастадым. Атамқұл көк түтінді бұрқыратып, темекісін тартып жүріп, бұрыштағы легеннің астынан 3 стақан алып ортаға қойды. Сендердің келетіндеріңді біліп, мына бұрышқа 1-2 көк мойынды тығып қойған едім деп, орамалға оралған 2 бөтелкені тақ еткізіп қоя салды. Міне, мында құрт бар, тістеуге деп, қалтасынан 2 құрт шығарды. Ал жігіттер, келер жылғы соғымбасына дейін аман сау болайық. Міне, соңғы 1 жылда Молдахан, Рафат, Орынбасар деген 3 кластасымыздан айырылып қалдық деген кезде, алдындағы стақандағы арағын ұстаған Алпысбаев, давай, солардың әруағы үшін біреуін ішейік деп ұсыныс айтты. Бәріміз көтеріп тастадық. Атамқұл стақанға орталай құйып алып жеке тартты. Қандай жігіттер еді. Молдахан таразда кетті.
Орынбасарды қаскелеңде жерледік. Рафат досым ата-бабасының жанында жатыр деп жыламсырап еске алды. Ішім әлем-жәлем өртеніп, аяз буған сыртқа шықтым. Анау еңісте бұрала ағып жататын өзен көзіме түсті. Жаз кезінде ылғи келген сайын атамқұл екеуміз соған барып шомылып, күнге қыздырынатынбыз. Аңсарым ауып төмен түсіп сай табанындағы өзенге келсем, беті тұтас қатып қалыпты. Көкшіл мұзбен ары-бері жүріп, қайран сонау балалық шағымды сағынып еске алдым. Өмір деген бір тұтам ғана екен ғой. Күні кеше осы өзен бойлай жүгірген бала едік. Міне 70-тен асқан қария болғанымызды білмей қалдық. Уақыт шіркін тоқтамай қалай ғана зымырап тез өтеді. Енді ойлап қарасам, әр күніміз санаулы сияқты. Бүкіл ғұмыр өтті, кетті. Аз ғана мерзім маңдайға жазулы қалды. Ертең бе, жоқ бір жылдан кейін бе, жоқ тағдыр жазып әлі 10-20 жыл жүре тұрамыз ба, кім білсін. Тіршілік не деген тәттісің. Әр күніміз алтыннан да қымбат екен ғой. Ей, тажал, ажал, әзір бізге есік ашып шақырмай-ақ қойшы. Анау бала шаға, немерелерімізді өсіріп, қызығын көре тұрайық. Мына дуылдасып жатқан құрдас достарымнан да бір күні айырыламын-ау. Жоқ әлде дімкеш жүрекпен алдымен мен кетемін бе? Бұрын мүлде басыма келмеген сұмдық ой санамды осып тез сергідім. Өрге қарай ентігіп, алқынып әзер көтерілдім. Жақындап келе бергенімде моншаның қызыл есігі шалқасынан ашылып, «Мә саған онда» деп, гүжілдеген Маралбай Алпысбаевты көкпар көтергендей тік төбесінен асыра айналдырып, лақтырып кеп жіберді. Алпысбаев күртік қарға күмп ете түсті де, сылқ етіп ес-түссіз жатып қалды. Өліп қалды. Алпысбаевты өлтірді деп шыңғырған әйелдер далаға булары бұрқырап, жалаң киіммен жүгіріп шықты. Берік-ау, жаным-ау, өлтірді ме сені? Кім ол Қанішер деген жас әйелінің зарлы даусы тұла бойды түршіктірді. Өлмесе өмірем қалсын деп, сыртқа жалаңбас шыққан Маралбайдың қақ шекесінен қызыл қан саулап, бет-аузын түгел алып кетіпті. Әй, айттым саған, ажалың арақтан болады деп қақсадым емес пе? Алжыған кезде арақтан өліпті деген атқа қалдыратын болды ғой. Масқара деп, оның тез сөйлейтін быдық әйелі шаптықты. Қақпа сыртында машиналарымызда отырған балаларымыз жүгіріп келді. У-шу, азан-қазан. Берік-ау, жаным-ау деп, атын атаған ойбайлаған әйелінің даусынан оянған Алпысбаев жатқан күйі төңірегіне бағжаңдай қарап, ұмтылып тұра бере оң қолын ұстай алды. Қолым көтертпейді. Қолыңды сындырып жіберген ғой, Берік жаным-ау, дейді әйелі. Әй, андағы жынды көшің шалымның басын ұрып жарып тастапты. Осыдан бірдеңе болса соттатып, көзіңе көк шыбын үймелетемін деп, Маралбайдың әйелі долданып, қызылала қан-қан болған күйеуінің бет-аузын сүрте-мүрте сүйрей жөнелді. Кеттік қане, доғдырға көрсетейік. Бас сүйегің сынып, жынды боп қаларсың. Маралбайдың шекесіне дереу киіз күйдіріп басып едік, бет-аузы түгел күйелеш боп, тіпті ұсқыны кетті. Ойбайлап ыңқылдаған Алпысбаевтың қолын байлап, баласы мен әйелі дедектете машинасына отырғызып алып, аудан орталығына тартты. Бет-аузымды жуып, үйге кіргенімде, үйме табақ қозы қуырдақ пен маған арнап пісірілген пілдей аппақ үндіктің етін алдымызға қойды. Жүрегім тас төбеге шығып, не бәле болғанын сұрағанымда, атамқұл аспай-саспай айтып берді. Алпысбаев адыраңдап, шәңкілдеп, масайып Маралбайға нағыз барымташы сенсің деп еді, анау дойырланып бір берді. Көзі алақтап, жалп ете түскен шақар бәле пеш алдында жатқан темір көсеумен Маралбайдың басынан сақ еткізіп ұрғанда сәл қиғаш кетті. Ауыр көсеу бір жақ құлақ шекесін жырып, қан сау ете түскенде, арыстандай қаһарланған Маралбай Алпысбаевты тік көтерген қалпы далаға атып кеп жіберді емес пе? Сүйектері аман әйтеуір екеуінің де дегенде барып сабама келдім. Атамқұлға арақ ішпе деп зарлаймын ғой деп келе жатқан әйеліне қарап, бас сынса мойын ішінде, қол сынса жең ішінде, ештеңе етпейді дедім. Неменеге жетісіп күлесің? 70-тен асқанда төбелесіп, шу шығарып деген әйеліме де қарамай рахаттана күлдім.
Қане, ашуларыңды басыңдар. Келесі сенбі күні бәріңді үйге шақырып татуластырайын. Ит ырылдаспай араласпайды дедім езуімді жия алмай. Тек қана сұрарым, арақ шарап болмасыншы, деді Сайра. Әрине, қымыз бен шұбат алдыртамын Айдарлыдан. Соғым-басы сыбағаларыңды жеп, демалып қайтасыңдар. Жарай ма? Бәрі мақұлдай бастарын изесті. Далада аңырақайдың ақмылтық бораны басталып, терезені қар қиыршықтары сабалай тырсылдата жөнелді. Үй іші жып-жылы, самауырға салған сексеуіл шытырлай жанады. Сүт қатқан иісі бұрқыраған үнді шайына құныға бас қойдым. Соңы. Мамыр 2023 жыл. Сарыағаш. Әңгіме авторы Нағашыбек Қапалбекұлы. Құрметті кітапсүйер тыңдарман, арнаға тіркеліп, лайк басып пікір жазыңыздар. Назарларыңызға көп-көп рахмет.